Бауыржан Оспанов деген азамат бар. Мына Талдықорғанның Қабанбай жағында. Ол бүкіл ауылына жұмыс берін қамтамасыз етіп отыр. Онымен қоса мешітін ұстап отыр, имамын ұстап отыр. Анау ораза кезінде арақ сататын дүкендер болған екен. Сол дүкендерге барып сөйлесіп, сендер осы ораза кезінде сатпаңдаршы деп, жаңағыдай оның ақшасын берген уақытта, берем деген уақытта олар ұялып ақша да алмай қойған дейді. Яғни сондай азаматтар бар. Сонда ана Бауыржаннан сұрайды екен, сөйтсе ауыл шаруашылығы ашып қойып отыр ғой. Өйткені ауыл болса қазақ болады. Біз қазақ сақтайық десе ауыл сақтауымыз керек. Мысалы, мен өзім шекаралық аймақта тұрған Тарбағатай деген біздің аудандарды, мен саясатқа кірген емес, бірақ айтайыншы деген аудандарды шекаралық қысқартып жерді. Ауыл қысқартқанмен қаншама ауылдар, халықтар көшіп кетіп жатыр. Ал халықты ұстап қалу үшін, шекарамды бекем ұстап қалу үшін халыққа ауылдар сақталу керек те. Сонда Бауыржаннан бүйтіп сұрайды екен, сен ауыл шаруашылығыңды дамытасын, қарасақ, пешке жақын дебет кредит дейді ғой, ол кредитке шығады екен, плюске емес. Сонда неге үйтесің десе, ауылда халықты ұстап қалу үшін істеп отырмын дейді екен де. Сондай азаматтарымыз бар. Жақсылық ағамыз жаңағы айтқан. Қаншама қайырымды мына азаматтар бар, сондықтан бәрі Алладан қайсын. Ондай жігіттеріміз, қазақтың жігіттері көп. Солардың басын дұрыстап, бағыттап, біз